Саламатсыздар ма? Бүгін біз Plickers сайтымен жұмыс жасайтын боламыз. Яғни оқушыларға QR парақтарын таратып, тест алатын боламыз. Ол үшін plickers.com сайтына кіріп, өзіміздің аккаунтымыздан кіреміз. Яғни ең оңай жолы ол Google аккаунттан кіру. Мінекей өзімнің Google аккаунтымды жазып, далі басып, оның құпия сөзін теремін. Мінекей кірілді. Енді өзіміздің жаңа классымызды қосамыз. Яғни New класс батырмасын басамыз. Мысалыға 6B классын қосайық. Және Create класс, классты құрастыру батырмасын басамыз. Add Students деген батырман басып, өзіміздің оқушыларымыздың есімдерін енгіземіз. Мен мысалы үлгі ретінде 1, 2, 3, 7 оқушыны енгізейін, 7-ге дейін. Бірінші оқушы, екінші оқушы деп. Яғни бірінші QR код бірінші оқушыға, екінші QR код екінші оқушыға, сәйкесінше қалған 7 QR код 7 оқушыға тиесілі болады. Және дан деп басамын. Енді тест сұрақтарын енгізу қажетпіз. Ол үшін New Set батырмасын басамын. Оң жақтағы батырмадан немесе сол жақтағы New Set батырмасын бассам болады. Осылайша өзімнің сұрақтарымды енгізейін үлгі ретінде мысалға. Дұрыс жауабын басып көрсетіп қоямын. Үстінен дұрыс жауапты белгілеп шығамын. Яғни ол дұрыс жауап жасыл болып белгіленеді. Енді плюс батырмасын басып, келесі сұрақтарымды осылайша енгізе беремін. Сонымен қатар Import Questions батырмасын басып, өзіміз Word'тан басқа документтен сұрақтарымызды қоссақ болады. Енді біз мінекей мынандай QR кодтарды алу қажетпіз. Бұл QR кодтарды мінекей алу үшін біз өзіміздің аккаунтымызды басамыз. Мінекей Максутова деп тұр, өзім аккаунтым бастым. Астында Get Plickers Cards деп тұр, яғни Help Links те, соны басамын. Яғни өзіме жаңағы QR кодтар тізімін жүктеп аламын. Мысалы, мені 1-ден 40-қа дейін дайын QR кодтар бар. Сол QR кодтардың маған 7-еуі ғана қажет. Және оқушылар бізге көрсеткен кезде дұрыс варианты үстінде Б деп тұр. Мысалы, оқушы дұрыс жауабы Б десе, Б-ны жоғары көрсетеді. А деген дұрыс жауап болса, А-ны жоғарыға қарай көрсету керек. Мінекей, мен өзімнің карталарын жүктеп алдым. Енді мен ұялы телефонға осы Plickers батырмасын да жүктеп алу қажетпін. Яғни мен оқушылардың QR кодтарын осы ұялы телефон арқылы сканерлеп шығамын. Және мына оқушыларым сәйкес e-learning батырмасын басып, өзімізді электронды оқу форматына көшемін. Осылайша ұялы телефонға
бағдарламамды жүктеп аламын. Мінекей ұялы телефоным қосылды. Бізге экраннан да осындай белгі шығады, e-learningді басқаннан кейін. Және мен ұялы телефондағы кескінді көрсетейін. Ұялы телефонда бейнеміз осындай. Ұялы телефоннан да өзіміздің аккаунтымыздан кіреміз. Менің 6-шы Б сыныбым. Енді оқушылардың QR кодтарын сканерлейміз, разрешить басып, яғни мінекей жоғарғы бөлігінде Б жауабы дұрыс деп оқушылар өзінің дұрыс жауаптарын көрсетеді. Мінекей екінші оқушы, үшінші оқушы, барлық оқушы өздерінің дұрыс жауаптарын көрсетіп шығады. Енді екінші сұраққа өтіп, екінші сұрақты да сәйкесінше осылай сканерлеп шығамыз. Яғни оқушылар өздерінің QR кодтарын дұрыс жауаптарына қарай көтеріп отырады. Яғни жоғарғы бөлігіндегі А, Б деген әріптердің дұрыс жауабын көрсетіп отыру керек. Біздің нәтижеміз осындай болды. Енді компьютерға оралайық. Мінекей e-learningді басқан кезде бізде телефоннан да сәйкесінше ашылған болатын. Осындай кодтары бар. Сонымен қатар осылайша кім дұрыс жауап берді, кім қате жауап берді, осының барлығын осы компьютерден аккаунтымыздан көре аламыз. Осы e-learning арқылы өтті. Мінекей картасы бассақ, картамен сканерлесек болады. Басқа жаңа сұрақтар қосу үшін New Setті басамыз. Жаңа сынып қосу үшін New Class батырмасын басып, өзіміз қалаған сұрақтарымызды, сыныбымызды қоса берсек болады.